Бәріңізге сәлем. Бүгін сіздермен тез арада дайындалатын әдемі салатпен бөлісетін боламын. Ең алдымен біз картошкаларды дәл осы видеодағыдай етіп теркадан өткізіп аламыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай дәл осындай қылып дайындап алдым. Енді бұны жақсылап отырып, жуып, крахмалын кетіріп, кептіріп аламыз. Енді жұмыртқаларымызды дәл видеодағыдай етіп тураймыз. Міне барлығын турап алдым. Енді бізде қызылша қалды. Қызылшаларымызды да ұзынша етіп тураймыз. Міне дәл осылай етіп турап алдым. Енді жәнегі кепкен картошкаларымызды қызып тұрған майға осылайынан қуырып дайындап аламыз. Дәл осылай қызарып, жақсы түс беру керек. Не барлығын қуырып алдым. Енді кукурузымызды үстіне қосып, тұз қосамыз, майонез қосамыз, жақсылап отырып, араластырып аламыз. Енді салаттың үстіне жәнегі қуырылған картопымызды қоямыз. Сәндеп, әдемілеп, салатымызға өн беріп тұру үшін кукурузды үстіне осылайынан қосамыз. Міне біздің салатымыз өте әдемі болып шықты. Дәмі де сөз жоқ, дәмі де өте дәмді болады. Дәмін көру үшін сіз де осындай салат жасап көруіңіз керек. Дәл осы рецептпен сіз де жасап көріңіз. Міндетті түрде рецептін қалдырамын. Сәттілік сіздерге.